Абай Құнанбаев 1845 жылы дүниеге келіп, 1904 жылы дүниеден озды. Оның шын есімі Ибрахим болған. Абай Құнанбайұлы ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер, либералды білімді исламға таяна отырып, орыс және Европа мәдениетімен жақындасу арқылы қазақ мәдениетін жаңартуды көздеген реформатор. Абай Құнанбаев, күз өлеңі. Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тойғаныма, тоңғаныма, жыл қойнап бие қашқан, тай жарысқан. Жасыл шөп бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес, жүгірмес бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Біреу малма сапсиды салып үйін, салбыраңқы тәртіпті жыртық киім. Енесіне иіртіп шуда жібін, жас қатындар жыртылған жамай дейін. Қас тырна қатарланып қайтса бермен, астында ақшомшы жүр ол бір керуен. Қай ауылды көрсең де жабыраңқы, күлкі ойын көрінбейді сейіл серуен. Кемпір шал құржан қағып бала бірсең, көңілсіз қара суық қырда жүрсең. Кемік сүйек сорпа су тимеген соң, үйде ит жоқ тышқан аулап қайда көрсең. Күзеу тозған оты жоқ елдің маңы, тұман болар жел соқша шаң тозаңы. От жақпаған үйінің сыры қашып, ыстан қорққан қазақтың құрсын заңы.